Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге үй жағдайында оңай дайындалатын, теріні нәрлендіріп әдемі қылатын табиғи бет маскасын көрсетемін. Ол үшін бізге орташа бума ақжелкен керек. Ақжелкенді майда бөліктерге бөлеміз. Ақжелкен суы теріні ағартып, дақтарды азайтады. Бөлінген ақжелкенді ыдысқа салып, үстіне 100 мг су құйып, блендермен езіп аламыз. Достар, менің каналыма жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецепттер табатыныңызға сенімдімін. Езілген ақжелкен тұнбасын електен өткіземіз. Ақжелкеннің бет терісіне пайдасы теріні ағартуға көмектеседі, қара дақтар мен секпілдерді азайтады, қабынуды басады, безеудің алдын алады, тері реңін тегістейді, және көздің астындағы қара шеңбер мен ісікті азайтады, теріні сергітіп жаңартады, артық майды азайтып, тесіктерді тарылтады. Дайын болған тұнбаны қоя тұрамыз. Енді бізге жүгері крахмалы керек. Ыдысқа толық бір ас қасық жүгері крахмалын салып, үстіне 150 мг су құйып, араластырамыз. Крахмал тұнбасын баяу отқа қойып, үздіксіз араластыра отырып, қоюланғанша қыздырамыз. Жүгері крахмалы құрғақ теріні ылғалдандырып сергітеді. Ұсақ әжімдердің алдын алып, бетке жастық береді. Тері тесіктерін тарылтып, теріні тегістейді. Құрғақ теріні ылғалдандырып сергітеді. Дайын болған маска негізін оттан алып, бөлме температурасында суытып, 2 ыдысқа бөліп құйып аламыз. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып пікір жазыңыздар. Және видео рецептпен достарыңызбен бөлісіңіздер. Жаңа шыққан рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырауды қосуды ұмытпаңыздар. Бірінші рецепт крем масканы дайындаймыз. Маска негізіне 3 ас қасық ақжелкен суын қосып, араластырамыз. Маска кремнің әсерін күшейту үшін 10-12 тамшы жүзім майынан және 10-12 тамшы жожоба майынан қосып, барлық ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Жүзім тұқымы майы теріні терең ылғалдандырып, әжімдердің алдын алады және серпімділігін арттырады, ал жожоба майы теріні қоректендіреді, қабынуды басады, терінің табиғи тепе-теңдігін сақтайды. Дайын болған крем масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтауға болады. Крем масканы аптасына 3 рет қолыңызға, бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 30 минутқа қалдырасыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуасыз. Келесі екінші рецепті дайындаймыз. Маска негізіне 2 ас қасық ақжелкен шырынын қосамыз. Және 1 шай қасық лимон шырынын қосып, барлық ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Лимон шырыны бет терісіндегі қара дақтар мен секпілдерді азайтады. Сондай-ақ ол теріні балғын қылып, тесіктерді тарылтады.
Бұл маска кремді аптасына 2-3 рет қолыңызға, бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 20 минутқа қалдырасыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуасыз. Достар, сіздер видео рецепті қай қаладан көріп жатырсыздар, соны жаза кетсеңіздер. Крем масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтауға болады. Бұл крем маска теріні ағартып қана қоймай, әдемі теп-тегіс әрі ылғалды қылады. Әсіресе шаршаған, құрғақ немесе дақты теріге пайдалы. Енді қалған ақ желкен суын құтыға құйып, тоник ретінде қолдансаңыз болады. Тоник спрейді тоңазытқышта сақтап, таңертең және кешке бетке жеңіл түрде бүркіп жүрсеңіз де жеткілікті. Және осылай мақта арқылы да сүртсеңіз де болады. Видео рецепті көргеніңізге рахмет. Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.